7-ші шақырылымдағы қалалық мәслихат депутаттарының алғашқы отырысы өтті. Халық қалаулыларының құрамы жаңарды. Енді алдағы уақытта 12 су жаңа депутат шаһардың дамуына атсалысатын болады. Мәслихат құрамына енгендер қатарында кәсіпкерлер, еріктілер, кәсіпорын басшылары бар. Степногорск қалалық мәслихатының хатшысы болып Хабар Қайрым тағайындалды. Бірінші отырыста жаңа құрам жіті таныстырылып, депутат куәліктері үлестірілді. Жаңа құрам мүшелерін шаһар басшысы құттықтап, алда атқарылар істің көп екенін жеткізді. Бүгінгі күн біз үшін маңызды да атаулы. Бүгін 7-ші шақырылған Степногорск қалалық мәслихатының бірінші сессия ашылып отыр. Сайлау кампаниясының қиындығы артта қалды. Степногорлықтар халық алдында, аумақ алдындағы мәселелерді түсініп, оларды шешу жолдарын көріп, тұрғындарға дауыс берді. Дұрыс шешім жасады. Құрметті депутаттар, сіздерді қалалық мәслихатының депутаттары болып, сайлануларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Кездесу соңында мәслихат депутаттары күн тәртібіне қойылған сұрақтарды талқылап, жоспарлармен бөлісті.